Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып Кенесары Наурызбай поэмасының сюжеттік композициясы. Сабақтың оқу мақсаты: әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау. Кенесары мен Наурызбай батырлардың тарихтағы рөлі суреттелген дастан. Бұл әрине өздеріңіз біліп отырғандарыңыздай Кенесары Наурызбай дастаны. Бұл шығармада Нысанбай жырау Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілісіне өзі қатысып, көзімен көргендерін жырға арқау еткен. Бұл дастанда 1837-1847 жылдардағы ұлт-азаттық көтеріліс басты тақырып болып алынады. Кенесары Наурызбай дастанында арқау болған өмір шындығы осы жылдар аралығын қамтитын болады. Және де автордың басты идеясы. Автор бұл тақырып арқылы, бұл шығарма, бұл жыр арқылы сіздерге не айтқысы келді? Халық тәуелсіздігі үшін күрескен Кенесары мен Наурызбайдай батырлардың тарихи рөлін дәріптеу, болашақ ұрпаққа үлгі ету. Кенесары бастаған көтерілістің шығуына не түрткі болды деп ойлайсыздар? Қазақ жеріне Ресей патшалығының отаршылдық саясаты өз билігінен айырып, бодан етуді мақсат тұтты. Басып жаншуы, бекіністер салуы, жайылымдық жердің барлығын тартып алуы негізгі себептердің бірі деп алсақ болады. Қазақ жерінің оңтүстік өңіріне Қоқан, Хиуа хандықтарының қысым көрсетуі, салықты арттырып, бекініс орнатуы. Осы мақсатта көтерілістер жүргізілген. Кенесарының әкесі Қасым Сұлтан және бауырлары Саржан, Есенгелді сұлтандардың Қоқан бектерінен қолынан қаза табуы. Осылардың барлығы жалпы Кенесары бастаған көтерілістің шығуына басты негіз болған, түрткі болған жайттар. Кенесары көтерілісінің маңызы туралы видеороликке назар аударыңыздар. 1837 жылы Абылай ханның немересі Кенесары Қасымов Ресейлік империялық үкіметке қарсы ірі қазақ көтерілісінің бастаушысы болды. Көтеріліс 10 жылға созылды және қазақтың барлық 300-ін қамтыды. Тап осы қайғылы оқиғалар туралы біз бүгін әңгімелейтін боламыз. Бұл біздің тарих. Кеттік. Кенесары Қасымовтың көтерілістерінің себепшілері тарихшылар әкімшілік аумақтық реформада деп санайды. 19 ғасырдың 20 жылдары кіші және орта жүздегі хан билігін жоюдың кезекті талпынысы жасалды. Бұдан басқа Ресей үкіметі өлкені басқару үшін ортақ қорытындыға келіп, оны империяда жұмыс жасаған билікке ұқсас етуді шешті. Ойдағын іске асыру үшін қазақ даласында бұйрықтар пайда болды. Орталық мемлекеттік басқару органдары. Бастапқыда Кенесары әкесі Қасым Сұлтан пайда болған мәселелерді бейбіт жолмен шешуге тырысты. Ол Батыс Сібір әкімшілігін өз талаптарымен үйіп төкті. Қасым жергілікті тұрғындарға лаңкестік жасаумен айналысқан әскерді қазақ даласынан алып шығуды және жек көретін бұйрықтарды қысқартуды талап еткен. Бірақ сұлтанның үндеулеріне ешкім құлақ аспады. Керісінше, қазақ әскерлерінің шапқындары жиілене бастады. Қазақтар жауап ретінде қолдарына қару алып, белсенді түрде жауап қайтарды. Бастапқыда Қасымның ұлы және Кенесарының ағасы Саржан көтерілісшілерді басқарды. Бірақ 1826 жылы Қарқаралы бұйрығының шабуылында Саржан сәтсіздікке ұшырап, қайта дислокацияны бастауға мәжбүр болды және Ресей үкіметімен күресте сенімді одақтасты іздестірді. Саржанның пікірінше, ондай одақтас Қоқан хандығының басшысы бола алатын. Бірақ ол күресте жолдас таңдауда жаңылып, бұл қате Саржан мен оның ағалары Ержан мен Есенгелдінің өмірлеріне қауіп төндірді. Бұл 1836 жылы болды. Сол кезде құлаған көтеріліс туын Кенесары Қасымов өз қолын алды. Ғалымдардың айтуынша, Кенесары көтерілістің арқасында барлық қазақтың басын біріктірген жалғыз адам. Кенесары Қасымовтың талаптары Петербург үшін орындалмайтындай болды. Ол кезде петербурглықтар қазақ даласын өз аумағы деп санайтын. Ал талаптар шындығында маңызды болды. Қасымов бұйрықтардың жойылуын, Абылай хан заманынан бері қазақтар білетін аймақтың бүтіндігін қалпына келтіруді және Қазақстан аумағында дербес мемлекет жасауды басты пунктке айналдыруын талап етті. Кенесары Қасымов басшылық еткен көтеріліс 1837 жылы жазда басталды. Көтерілісті рухтандырушылардың қатарына тез арада барлық қазақ жүздері қосылды. Келесі жылдың көктемінде белсенді әскери әрекеттер басталып кетті.
бастапқыда жойылып кеткен Ақмола бұйрығы шабуылға ұшырады. Дегенмен Кенесары Ресей әскерінің жүйелі бөлігімен тікелей соғысулардан қашып, партизандық соғыс тактикасын жүзеге асырды. Қасымовпен күресте Ресей үкіметі кішігірім казак жасақтарын жіберген. Олар көтерілісшілерді бір жолата табандата алмай, қарапайым адамдардан өз өштерін алып отырған. Нәтижесінде жүдеубас ауылдар қарсылық қылғандардың тарабына өтіп отырған. Дегенмен Кенесары ресми Петербордың саясатымен ғана күресті деп айту дұрыс емес болар. Қазақ халқын қорғаудағы өз талпынысында Қасымов Қоқан хандығымен де соғысты. Мемлекеттік істерді де жүргізіп отыруды ұмытпаған. Оның қол астымен қарулы күштер құрылып, салық және сот жүйесі, егін шаруашылығы және сауда-саттық дамыды. Кенесары Қасымовтың көтерілісін кішкене казак жасақтарымен баса алмайтынын түсінген Ресей үкіметі соғысқа жүйелі әскерді жібереді. 1843 жылы күрес шиеленісе бастады. Бұдан басқа империялық билікке көмектесуге бұрын Ресей әкімшілігімен бірлесіп жұмыс жасауға келіскен қазақтар келеді. Күрес одан сайын шүйіліге түседі. Кенесары Қасымовтың басшылығында 20 мыңға жуық адам болса да, Ресейдің жүйелі әскерінің соққыларының астында қалған ол ұлы жүздің көш орындарына шегінуге мәжбүр болды. Империялық әскердің жағынан өсіп келе жатқан қысым Кенесарыны қырғыздардың аумағына кіруге мәжбүрлейді. 1847 жылы Қасымов олардың толық бағынуын талап етеді, бірақ қатал түрде бас тартуды көреді. Бірлескен қырғыздар Кенесары әскерін 1847 жылдың сәуірінде бөлшектеп жібереді. Қазақ көтерілісшілердің жетекшісі тұтқынға алынып өлтіріледі. 10 жылға созылған көтеріліс осылайша аяқталды. Болсаңыздар, енді сіздерді тапсырмамен таныстырайын. Берілетін сіздерге бірінші тапсырма оқу мақсатында атап өткенімдей шығарма сюжетіне композициялық талдау жасайсыздар. Сюжетке композициялық талдау жасау дегеніміз бірінші шығарманың басталуы болады, шығарманың байланысы, шығарманың дамуы, шығарманың шиеленісуі, шығарманың шарықтау шегі, шығарманың шешімі. Осылардың барлығын қамтып композициялық талдау жасайтын боласыздар. Және екінші тапсырма Кенесары Наурызбай дастанының біздің тарихымыз үшін маңызы қаншалықты деп ойлайсыз? Ойыңды, яғни ойларыңызды 4-5 сөйлем көлемінде жазып жеткізіңіздер.